Қызылорда облысына үлкен инвесторлар келіп жатыр. Біз оны өзіміз көріп жатырмыз. Қазір деген мысалы аэропорттарымыз салынды, қаншама нысандар салынды. Бірақ енді бұл инвесторлар тек ақша ғана емес, біздің жұмыс орындар, әлеуметтік жағдайымыздың деңгейлесі жоғарылауы, осының барлығы жақсы. Біздің облыс инвесторларға қаншалықты тартымды болып келеді, Қызылорда облысы? Шыны керек, біраз инвестициялық жобалар жүзеге асып жатыр. Қазіргі күннің өзінде 2,9 триллион теңгеге 172 инвестициялық жоба жүзеге асып жатыр. Оның ішінде 14-і шетелдік компаниялар бар. Шыны керек, айтып өту керек, сол кездегі аймақ басшысы Нұрлыбек Машбекұлы әлемдік деңгейдегі инвесторлардың өзін тартты. Оның өзін мысал келтіретін болсақ, Роко Груп, испандық Роко Груп, ол әлемде танымал компаниялардың бірі. Одан бөлек Harvest компаниялары. Роко Груптың өзі 44 миллиард теңге құрайтын жобаны жүзеге асып жатса, сантехникалық құрал жабдықтарды өндіретін компания, ол негізі бүкіл әлемде әйгілі компаниялардың бірі. Ол жоба жүзеге асатын болса, біздің Сыр өңірінде 500 мыңнан астам құрал жабдықтарын шығаратын болады Қызылордада. 300-ге жуық жұмыс орын тартылатын болады. Біздің осы Сыр өңірінен Қызылордадан шыққан өнімдердің барлығы Орта Азия елдеріне тарайтын болады. Оның өзі үлкен жетістік, үлкен, мен ойлаймын, жаңа айтып өттім, сол кездегі аймақ басшысының табанды еңбегінің нәтижесінде келген. Одан бөлек мына жаңа Harvest Group деп айтып жатырмын, ол Harvest'ті үлкен компаниялардың бірі, жүгері егумен айналысады. Осындай компаниялар шетелдік компаниялардың барлығына сүйемелдеу жұмыстар жүргізіледі. Оның әрқайсысы бойынша бүгінгі таңда бізбен паспорттар жасалды. Ол паспортта жүзеге асыру үшін қандай рұқсат қағаздары керек? Шыны керек, бізде енді мемлекет басшысының бұл комитет жаңа айтып өткен инвесторлардың құқықтарын қорғау комитетінің құруының бірден бір себебі бізде енді жасыратын ешнәрсе жоқ, бюрократизм көп, әкімшілік кедергілер көп. Бір жалпы бұл инвестицияны тартудың негізгі мақсаты не? Осы өңірімізде инвесторлар үшін, шетелдіктер болсын, мейлі өзіміздің жергілікті инвесторлар ақшасын құятын болса, ертең мен сол жобаны жүзеге асыру үшін қандай да бір кедергіге тап болмайын ба? Мен мысалы ақшамды салып, ертең соның бір қандай да бір зардабы болмай ма деген кез келген адамда ондай ой пікір қалыптасады. Міне сол үшін де инвесторлардың құқықтарын қорғау комитетінің құрылып отқан негізгі мақсаты сол. Біріншіден әкімшілік кедергілерді азайту, болдырмау. Екіншіден инвестициялық жағдай қолайлы жасау, оларға заңсыз тексерулерді болдырмау, негізсіз сотқа талап арыздарды бергізбеу. Одан бөлек мынау түрлі шектеу шаралары бар. Сол шектеу шараларының барлығы негізсіз қолданбау үшін жасалып отқан нәрсе. Бұл шараның барлығы кез келген осы инвесторларға қолданатын шаралардың барлығы прокурормен келісіледі. Прокурормен келісілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады. Егер де ол жауапты прокуратура органдарымен келісілмеген болса, онда оның барлығы заңсыз болып есептеледі.